Сонымен қатар адам миының біз білмейтін құпиялары туралы әңгімелесетін боламыз. Бұған дейін педагогиканы жалпы ғылым ретінде мойындамаған. Демек, білім саласында ең өзгермей тұрған проблеманы осы деп көресіз бе, или басқа да проблемалар бар ма? Егер 100% барлығымыз планымызды орындасақ, біздің жағдайымыз, біздің еліміз дейміз ба, немесе істеп жатқан ортамыз дейміз ба, идеальный болатын еді. Сәлем достар, сіздермен бірге Бастау подкаст және мен Назерке. Бүгін бізде қонақта Бастау подкасттың ерекше қонақтарының бірі, Бастау 2 мектебінің оқушы жөніндегі орынбасары және біздің биохим бағытында оқушылардың сүйікті ұстазы, биологияны тек пән ретінде емес, тірі ғылым ретінде үйрететін біздің үздік негізгі ұстаздарымыздың бірі Сүлеймен Мұхтар ұстаз. Қош келдіңіз ұстаз. Қош көрдік. көрдік. Қалай? Жақсы, сәлем баршаға. Аха. Бәрі күшті. Шақырғандарыңызға рахмет. Келгеніңізге рахмет. Жалпы бүгін біз подкастта педагогика, білім саласының шындығы, сонымен қатар адам миының біз білмейтін құпиялары туралы әңгімелесетін боламыз. Біздің көрермендерімізге өте бір пайдалы сұхбат болады деген ойдамын. Ең алғашқы менің сұрағымды сіздің ойыңыздан бастағым келіп отыр. Жалпы сіз үшін педагогика деген бір ғылым тұр ма, әлде бір үлкен жүректен шығатын өнер ма? Бізде педагогика деген кезде енді ғылым ретінде жауап берейін мен. Педагогика деген нәрсе осы 19-20 ғасырда ғылым ретінде қалыптасты. Бұған дейін педагогиканы жалпы ғылым ретінде мойындамаған. Бірақ негізі білуіміз керек, біз педагогика бұл барлық ғылымның негізі. Педагог сөзінің өзінің де мағынасы негізінде жетелеуші, алып жүруші, үйретуші деген мағынаға сияды. Сондықтан жалпы педагогика деген сөздің өзін ғылым ретінде біз айта аламыз, бірақ педагогика үшін істелетін іс-әрекеттердің барлығы бұл уже басқа дүниеге саяды. Оның ішінде философия да бар, ол жерде таза ғылым да бар, және ол жерде пән де бар. Жақсы. Ендеше осы сұрақтан бізде мұғалімге байланысты сұрақ туындайды. Жақсы мұғалімнің психологиялық және биологиялық қасиеттері қандай болу керек? Жалпы мен мұғалімдердің ешқайсысына әріптестеріме тіл тигізгім келмейді. Жалпы педагогикада жаман бала, қиын бала жоқ сияқты, бізде де жаман ұстаз жоқ деп ойлаймын. Өйткені қазақта айтады, бір әріп үйреткенге 40 жыл тағзым бер. Бірақ енді негізінен физиологиялық тұрғыда айтатын болсақ, өз ісінің шебері, негізі мұғалім, педагог, ол біріншіден баланың жеке физиологиялық жағдайын білу керек, оның жете психологиясымен таныс болу керек, алдында отырған 20 оқушының жай күйімен міндетті түрде таныс болу керек. Ол мұғалімнің, педагогтың білу керек міндетті бірінші очередте тұратын негізгі жағдайы. Екінші жағдайы жалпы гуманизм ғой. Педагогтың бойына ең қажетті асыл қасиет бұл гуманизм. Гуманизм енді жалпы барша педагогтар түсінетін шығар. Ол адамның бойында, мұғалімнің бойында, ұстаздың бойында адамгершілік принципі бірінші тұрмаса, ол педагог деген атаққа, жалпы ұстаз деген атаққа мүлде лайық емес. Жалпы педагогтар қазір оның әдіс тәсілі мықты болуы мүмкін, оның жалпы үйретуі, ғылымы, теориясы, практикасы бәрі мықты болуы мүмкін, бірақ егер ол ұстазда адамгершілік принципті бірінші орында болмаса, ол өте қиын жағдай. Ол мұғалім емес жалпы. Жалпы сізге дейінгі подкасттарда қонақ болған, мысалы Санжар ұстаздарымыз, Абылай ұстаздарымыз, жалпы кез келген ұстазбен сөйлескен кезде, олардың ұстаздық жолға келуіне әсер еткен белгілі бір ұстаз болады. Демек, бір ұстаздың сөзі оқушының санасына сақталып қалады. Бұл қаншалықты мүмкін? Адам миында бір адамның айтқан сөзі қаншалықты деңгейде сақталып қалады? Жалпы ми тақырыбы мен бұған дейін өте көп қозғағанмын. Ми бұл өте құпия, әлі ашылмаған. Бізде үлкен жаратылыс, үлкен орган біздегі. Адам жалпы естіген сөздерін ешқайсысын ұмытпайды. Бұл бірінші факт. Біздер тек ақпараттардан шатасамыз, іздеп таба алмаймыз. Миымызда бар, бірақ оның бәрі бір түкпірде жатыр. Екінші, жалпы педагог болуға кім әсер етеді дегенде, меніңше әркімнің жағдайы әртүрлі болуы мүмкін. Мен өзіме жеке бір мұғалім әсер етті деп айта алмаймын. Маған әсер еткен жағдай, ұбт-ға дайындалу кезінде, енді бұдан 10 шақты жыл бұрын, қазіргідей жағдай болмады. Мен ауыл мектебінде оқыдым. Қойған сұрақтарға кішкене жауап ала алмайтынбыз, өзің кітаптан тауып ал деген жауап естейтінбіз. Сол кезде өз-өзіме мақсат қойған, мен мұғалім болам.
және өзіме қойылған оқушыдан берілген сұрақтарға міндетті түрде жауап беретін боламын. Оқушыларды қинамаймын деген өзімде сондай мақсат болды. Жалпы сол жолмен қуып келе жатырмыз әлі. Енді біздерді шәкірттеріміз ұстаз деп айтады, но мен өзімді ұстазбын деп санамаймын. Бізге шәкірттеріміз егер ұстаз деп сыйлап жатса, онда қуанамыз. Бірақ біз сол ұстаздық жолда еңбек етіп жүрген, сол атқа лайықты болу үшін еңбек етіп жүрген жалпы мұғалімдеріміз. Мен келесі сұрағыма жауап беріп қойдыңыз. Сізге сұрағым мынандай болмақшы болған. Жалпы мұғалімнің қателесуі оқушыға қалай әсер етеді деген? Мұғалімнің бойында оның әдіс тәсілдерінен бөлек ең бірінші маңызды дүние ол теориялық білімінің жоғары болуы. Әдіс тәсіл одан кейін тұрады. Сізге қойылған сұраққа әлбетте сіз өзіңіздің ситуациядан шығу жағдаймен құтылуыңыз мүмкін, бірақ ол өзіңіздің арыңызға, өзіңіздің ұятыңызға өте үлкен бір маза бермейтін жағдай болады. Сондықтан мұғалім бұл теориялық жағынан бірінші мықты болу керек. Оқушы сұрақ қойған кезде мүмкін бірге іздеуге болатын шығар жас мұғалімдерге. Мүмкін дайындалып оған айтуға болатын шығар. Бірақ егер ол шынайы ұстаз болатын болса, дер кезінде, дер мезетте меніңше жауап беріп, оқушыны қанағаттандыру керек деп ойлаймын. Жақсы. Келесі сізге сұрақ. Жалпы биыл сізде бір жаңалықтар болып жатыр, яғни мектебіміздің басшылық, басқару саласына келіп жатырсыз. Алдымен құттықтаймын. Рахмет. Енді сіз осы уақытқа дейін тек қана педагогика саласына мұғалім болып жүрдіңіз, енді басшылық қызметке көтеріліп жатырсыз. Басшылыққа көтерілгеннен кейін сіз енді білім беру жүйесінің де ішкі жүйесіне кіре бастадыңыз. Қандай ауыр жағдайларын көріп жатырсыз білім жүйесінің? Қайсысы ауыр әсер етіп жатыр сізге? Маған ауыр әсер ететіні білім бөлімінен келетін негізсіз, қажетсіз көп құжаттар, шынымды айтайын, түкке де қажеті жоқ. Ол өтірік емес, ол ашық. Көптеген мектептердің мен документтерін, құжаттармен танысам. Ол жерде 100% болмаса да көптеген бір олқылықтарды байқаймын, және онымен біз қалалық білім, одан облысқа кетеді, сонымен республикалық деңгейге кетеді, сонымен статистика шығады. Әкімдер президентке өтірік отчет береді. Демек, статистика ол өте үлкен ошибкамен шығады. Бізде Бернард Шоудың айтқан әдемі әңгімесі бар. Әлемде 3 үлкен өтірік бар. Біреу статистика деген. Мені қинайтын сол, қажетсіз көп құжаттар. Мен 5 жыл бұрынғы, 10 жыл бұрынғы, даже мектеп қашан ашылды, сол кездегі бір құжаттар толтыруға тиіспін. Ал мүмкін мен ол кезде жоқпын, мен оны қайдан табамын. Ол кездегі адамдарда жоқ. Қиындық осыда. Ал жалпы былайша мамандармен жұмыс жасау, оқушылармен жұмыс жасау бәрі ойдағыдай. Демек, білім саласында ең өзгермей тұрған проблеманы осы деп көресіз бе, или басқа да проблемалар бар ма? Меніңше жүйедегі қателіктер болуы мүмкін. Мен жалпы саясатқа кіргім келмейді. Бірақ күшті сөз бар. Саясатқа кірмейтін ақылдылардың жазасын саясатпен айналысатын ақымақтар береді деген. Немесе саясат сізбен айналысады. Дәл солай. Бірақ қиын нәрсе сол. Кейде енді амалдың жоғынан өтірік айтпай қойын, мен де 1-2 құжаттарды келтіріп әйтеуір жіберетін кездерім болады. Бұл өзіңе ауыр, бірақ қолдан келетін шара болмайды, шын айтқанда. Жақсы. Енді бізде жақсы мектеп, жақсы мұғалім дегеннен бастадық, енді жақсы мектеп деген сұраққа қойғым келіп отыр. Жалпы жақсы мектеп деген ғимараттан бастала ма, ұстаздан бастала ма, әлде бағдарламадан бастала ма? Жақсы мектеп деген нәрсе меніңше ғимаратқа тікелей қатысы жоқ дүние. Себебі кезінде біздердің сондай ұлт ұстаздарымыз, кезіндегі ата-бабаларымыздың құрған мектептері ол кәдімгі киіз үйде, жеркепеде оқыды. Бұл жерде тікелей ұстазға байланысты. Ол жердегі жылулықты бірінші беретін ұстаз. Мектептің жүрегі ол ұстаз. Сондықтан мектептің дұрыс болуы ондағы тікелей жүрегіне байланысты. Адамның жүрегі бүкіл денені, бүкіл органдарды басқаратын сияқты, мектептің де негізгі алда болуына негізгі әсер ететін фактордың біреуі бұл ұстаздар. Біздерде ұстаздарымыз дұрыс болса, ол жақсы мектептің қалыптасуындағы бірінші орындағы дүние болады. Бірақ сонымен қатар мұғалімнің де дұрыс жұмыс істеуіне жақсы жүйеде әсер етеді деп ойлаймын. Міндетті түрде, иә. Артық қағазбастылықтың болмауы, артық олардан көп қажетсіз құжаттарды талап ету болмаған жағдайда, әлбетте ол ұстаздар оқушыларға
көбірек көңіл бөледі, олармен көбірек жұмыс жасайды. Сонымен бірге мынау сыныптағы бала санына да байланысты. Мысалға мемлекеттік мектептердің көбісінде 40 балаға дейін отыратын жағдайлар кездеспейді емес, әлі күнге дейін бар. Ал біздегі негізгі бала саны 18, максимум 20 болуы мүмкін, бірақ оған жеткізбеуге тырысамыз. Соның өзінде 18 бала болғанның өзінде 45 минут уақыт бізде әр балаға 2 минут, 3 минуттан да тимейді. Бұл жүйе әлбетте ұстаздың жұмыс жасауына әсер ететін жағдайлардың бірі, иә, оны мойындау керек. Енді біз проблемаларды айтып жатырмыз, сонымен қатар осы подкастты пайдаланып, оның баламасын да шешу жолында ұсынып кеткен дұрыс деп ойлаймын. Енді бұл жүйені қалай өзгертуге болады? Мен ұсынар едім жалпы, егер мені үлкен лауазымдағы адамдар көрсе, көп мектептердегі КМЖ деген нәрсені алып тастауды. Мысалға, бізді маман қылып қалыптастыратын негізгі орта бұл университет. Университеттің қайсына барсаңыз да маманда ешқандай КМЖ күнделікті сабағын үйтіп өтпейтін сабақты өтемін деп өтірік қағаз толтырып келмейді. Сіз ұстаздардың КМЖ-сын қараңызшы, кәдімгі ашық сабақ. Ал ондай сабақты ұйымдастыруға бір 45 минут жетпейді. Оған 2 немесе 3-45 минут керек, және ол ұстаз ұйықтамау керек. Шынын айту керек. Сондықтан КМЖ деген дүниені алып тастау қажет сияқты, меніңше. Бұл артық құжат. Сонымен бірге тағы да айтам, қажетсіз сапаға байланысты көп дүниелер бар бізде, мемлекеттік мектептер орындайтын. Бұның барлығын алып тастау қажет. Мұғалімге жалпы еркіндік беру керек. Қатып қалған дүние жоқ, жас мұғалімдерінің ойымен санасу керек. Олардың алып келген жаңа, олар қазіргі жас балалармен бір заманы бір деп айтамыз ба, қалай айтамыз. Олардың тілін түсінеді, олардың вайбына кіре алады, олардың да ойын тыңдау керек, ол өте маңызды. Қазіргі қоғамдағы балалар үшін. Жақсы. Енді жаңа сіз таныстырғанда айтып жатырмыз, биохим бағытындағы оқушылардың ең сүйікті ұстазы деп. Бізде енді мектептерімізде оқушылар бағытқа бөлінеді ғой. Соның ішінде биохим бағытында оқушылар бірден айыруға болады ма? Мынау точно биохим таңдайтын оқушы деп. Мен айыра аламын, иә. Олардың әңгімесінің өзі бөлекше болады. Шығармашылық бағыттағы оқушылар тез ажыратуға болады, немесе гуманитарлық бағыттағы оқушылар тез ажыратуға болады. Себебі олардың уже шығармашылық бағыттағы миының жақсы дамығанын көре аламыз. Олар өнер жағынан, немесе ашықтық жағынан өте алда болады. Ал бізде биология, химия бұл жаратылыс пәндері болғаннан кейін тікелей оны таңдайтын оқушылар да миының сол жақ бөлігі дұрыс жетілген және шығармашылық жағы дамымаған, өнерлі деп көп айта алмаймыз, бірақ есепке жүйрік болады. Сонымен бірге әңгімелерде биология, химия, табиғи сұрыпталу, тіршілік үшін күрес, реализмге жақын болады. Демек, оқушыларды бірден байқайсыз, ажырата аласыз. Егер маған салса, мен оның әңгімесінен әлбетте ажырата аламын. Жақсы. Жалпы біздің ұстаздардың арасында әр ұстаз өзінің пәніне тартады. Ағылшын білмесең, сен шетел араламайсың, физиканың ол кезде керегі жоқ деп. Немесе физиктер өздеріне тартады. Ал енді сізге биологияны білмесе, адам қандай дүниеден, маңызды дүниеден айырылады? Өзін танымайды болды. Менің бір ауыз сөз, өзін танымайды. Сіз өзіңізді білу үшін биология дегенді білу керек. Биология деген қандай ғылым? Биология деген сіз. Ал сіз кімсіз? Сіз тірі жаратылыс, жануар, сіз басқа ешкім де емессіз. Ал сіз өзіңіздің жануар екеніңізді қалай ажыратасыз? Ақыл санамен, ой парасатпен, демек өзіңізді танымайынша болмайды. Сондықтан биологияны білу баршаға маңызды, өйткені өзін тану керек. Биологияны білмейтіндер сонда өзін танымай ма? Биология білмейтіндер өзін танымайды деп мен толыққанды айта алмаймын. Бірақ олар өзін тану үшін міндетті түрде көп ізденеді. Бізде биологияда мынандай нәрсе бар. Адам деген кім дегенде, адам деген дамыған жануар. Және мен гендерден тұратын ғана жаратылыс деп жауап береміз. Яғни басқа жануарлардан барлық жануар бірдей, адамның айырмашылығы оның санасында. Адамдардың санасы жетілген, оған оқу ізденумен келеді, олар солай таниды. Ал біз тіке реализммен кіреміз. Жақсы, біз подкасттың тақырыбында айтып кеткен болатынбыз, ми деп. Қарасаңыз жайлап кіріп келе жатырмыз. Әлеуметтік желілерде болсын, мектеп оқулықтарында да болсын, жиі кездесетін ақпараттар бар. Жалпы адамның миын, адам өзінің миының мүмкіндігін қаншалықты деңгейде жүзеге асырып қолдана алады? Қанша пайыз? Ми жалпы, ми тақырыбына жауап беру өте қиын тақырыптардың бірі бұл. Себебі мидің құпиясы әлі толық ашылмаған. Егер мен 100% қолданады десем де ақымақ болуы мүмкін, немесе 3-4 көп
сенетін миф бар ғой, 3-4% жауап береді, немесе ми жұмыс істейді десем де ақымақ болуым мүмкін. Бұл сұраққа қалай? Бұл софистикалық сұрақ. Софистика деген не? Қалай жауап берсеңіз де қате. Бірақ менің білетін нәрсем, ми жалпы 100 деген миллиард нейрондардан тұрады, жасушалардан. Оның әрбірінің атқаратын өзінің функциясы бар. Егер оның біреуіне зақым келсе, сіздің денеңіздегі белгілі бір дәрежедегі бір жасушалардың, мүшелердің жұмыс істеуіне кедергі болуы мүмкін. Сондықтан жалпы ми бүкіл, қалай деп айтсам болады, жалпы ми 100% деңгейде болмаса да, адам оны өзінің қарым-қабілетіне қарай игереді. Оған міндетті түрде, бірақ көп жаттығу керек, миды толық игеру үшін. Қандай жаттығулар бар? Миды қалыпқа келтіретін нәрсе тамақ емес. Бірден айтайын. Мысалға, біреулер витаминдер сұрайды, біреулер белоктар сұрайды, жаңғақ жейміз ба? Жоқ. Миды қалыпқа келтіретін негізгі құрал ол мынау. Күніне біз кемінде 3 сағаттан кем емес кітап оқысақ, мидың еске сақтау қабілетін қалыпқа келтіруге ең негізгі жаттығудың бірі осы. Кітап оқу керек. Айтарым осы. Біздің мектептерімізде ондай жүйе бар, білесіз? Нақты білесіз. Демек, оның пайдасы бар. Міндетті түрде. Барлық адамға. Міндетті түрде. Оқыған мен оқымаған тең емес. Оны кез келген, енді санасы бар адам білетін шығар. Бұл кітап оқуды да кейде оқушылар түсінбей жатады. Бір олардың 8:30 мен 9-ға дейінгі жарты сағат уақытын біз жеп жатқан сияқты көрінеміз. Бірақ ондай емес. Кітап оқыған адамның әңгімесі де, оның ойлануы да, оның санасы да бәрібір өзгеше болады. Түбінде ол балалар түсінеді, бұл кітаптың өзіне қандай қажетті құрал екенін. Бұл кітап әлемге кіретін есік. Бұны ұмытпау керек. Келесі сұрақ, жалпы ми шын мәнінде жалқау ма, әлде біз қолдан жалқау жасаймыз ба миды? Ми жалпы жалқау емес. Сіз ұйықтап жатқанда да ми жұмыс жасайды. Егер ол ми жұмыс жасамаса, сіз біттіңіз. Жалпы биологиялық тілде жауап берейін. Адамның өлімі деген нәрсе бар, бұл барлық тірі затқа тиесілі жағдай, барлығының уақыт сәті бар. Адамның тікелей тіршіліктің тоқтатуы бұл мидың жұмыс жасауын тоқтатуымен есептеледі. Ал сіз қашан барсыз, тірісіз, демек сіздің миыңыз жұмыс жасап тұр. Біз тек миды өзіміз қозғамаймыз. Көбірек ойланған сайын, көбірек оған қиын жаттығулар берген сайын, мида міндетті түрде жаңа түзілімдер, жаңа жасушалар қалыптасады. Бізде оны биологияда синапстар деп айтамыз. Жаңа синапстардың қалыптасуы оның жұмыс жасауына байланысты. Көбірек баланы біз, немесе жалпы өзімізді біз көбірек оқуға, бір сондай жұмбақтарды шешуге, жалпы миды жұмыс істейтін жұмыстарға бағыттасақ, онда ми жақсы өз жұмысын жасай береді. Жаңа сіздің сөзіңізге қоса кетсем, жалпы медицина саласында мындай бір оқиғаны естідім да. Адам комада жатыр, жүрегі соғып тұр, бірақ миы өліп қалған деп. Ол адам енді тірілмейді, ол кетті. Оның биологиялық өлімі жазылды сол сәтте. Оның жүрегі уақытша сақталып тұра береді. Біз ол жүректі, оның органын естиміз, тек басқа адамға қажет болса қолдан аламыз. Немесе егер ол жатқан адамды аппараттан ажырататын болса, ол сонымен тіршілігі тоқтайды. Яғни біздің, тағы да айтам, тіршілігімізді жасап тұрған бұл ми және басқарушы да ми. Демек жүрек емес. Жүрек ол соғып тұра береді, бірақ егер миыңыз өлген болса, сіз жалпы өлім құштыңыз деп есептеледі. Енді келесі тақырып стресс. Ол стресс тек оқушыда емес, жалпы барлық адамда бар деп ойлаймын. Жалпы стресстен мидың бұзылуы мүмкін ба? Стресс деген не нәрсе өзі? Стресс деген адамның, былайша айтқанда, денесіндегі гормондардың өте көп, қажетсіз қорқыныш гормондардың көбейіп кетуінен адамда сондай өзін керексіз психологиялық жағдай туындайды. Өзін қоғамға қажетсіз сезінеді, әлемге қажетсіз сезінеді. Бұл мидың функциясымен тікелей байланысты. Біріншіден, мида бізде бөлінетін бақыт гормондары бар әртүрлі. Оларды біз миды уақыт-уақытымен демалдыру арқылы аламыз. Мысалы, кеш уақыт 10 болғанда, 12 болғанда біз ұйықтауымыз керек, себеп гормондар бөлінеді. Егер біз дұрыс ұйықтамасақ, онда бізде стресстік гормондар бөліне бастайды. Ол біздің өз кезегінде бүкіл ағзамыздың бір ауруға шалдығуына және даже мынау ойлауымыздың да әсер етуіне тікелей әсері бар. Мен сіз бірде ойланбаймыз. Сізде әйел гормондары бар, менде ер гормондары бар. Екеуміздің ойымыз екі бөлек болады.
бұны басқарушы гормон. Дәл сондай стрессті де жасайтын бұл ағзадағы гормондар. Ал гормондардың бөлінуін басқаратын орталық бұл мида. Сондықтан адамның миы бұл тікелей стресске түсуіне әсер ететін жағдай туғызады. Стресстен ми бұзылмайды. Стресстен ми бұзылмайды, оның ойлану дәрежесі, ойлау жүйесі бұзылады. Ал енді жаңа өзіңіз ұйқы деп айтып кеттіңіз. Көп адамдарда түнде шабыт ашылады, түнде күшті идеялар келеді деп айтып жатады. Немесе біздің ең алғашқы подкастымыз оқушылармен шықты. Оқушылардың кейбіреулері айтты, біз түнде оқимыз, мен түнде көбірек есімде жатталады деген сияқты. Бұл қаншалықты дұрыс? Әр ағзаның жеке физиологиясы әртүрлі. Бірақ егер оқушыларға, мен өзім ұйқы туралы жақсы білемін, но оқушылар егер өздеріне түнді ыңғайлы деп қарайтын болса, оған шектеу қоймаймын. Себебі ол бәрібір өзінің ыңғайын түннен тауып отыр. Дегенмен ғылымда бар, немесе дінде де бар, жалпы түн не үшін? Түн демалу үшін. Ағзаның қалпына келу үшін. Ал түнде жаңағы шығармашылықтың оянуы немесе ойлау жүйесінің бір артып кетуі, ол түнде бөлінетін гормондардың әсері. Ал сіз, бұл оқушылардағы негізгі үрдіс, олар түн мен күннің уақытын алмастырған. Егер түнде жұмыс жасайтын оқушыларды қарасаңыз, олар күндіз үнемі маужырап отырады, сабақ үстінде де ұйықтап отырады. Олар кешке белсенді бола бастайды, өйткені олар өзінің физиологиялық жағдайын ауыстырып алған. Бірақ менің оларға айтар ақылым, олар қайтадан ұйқыны қалыпқа келтіру керек. Себебі жалпы ұйқы процесі адамда дұрыс болмаса, және ол түнде орындалмаса, ол түптің түбінде ағзадағы, өзінің ағзасындағы бір ауруларға душар болады. Бұл маңызды. Жапонияда бір мектепте, аты есімде жоқ, әр таңда ата-анасы отчет жібереді екен мектепке. Бала қаншада ұйықтады, қаншада тұрды, не жеп кетті. Ал егер белгілі бір уақыттан кешігетін болса, ол оқушыға ата-анасына жаңағыдай штраф салынады екен. И жазылады екен хатта, болды бүгінгі өтілетін тақырыптарды, жаңа тақырыптарды білімді ол мүлдем игере алмайды. Бізден кінә болмасын деп жазылады екен. Ол жүйені бізге енгізу керек па, қалай ойлайсыз? Ол жүйені бізге енгізуге әлі ерте шығар. Себебі ол жүйені енгізуге біздің бастапқы жүйелеріміз өзгерту керек болады. Ал бастапқы жүйелер ол өзінің үстіне қайда жатыр. Егер мүмкіндік болса, мен қосар едім мектепте түскі үзілісте балалардың бір уақыт тынығуына. Егер мүмкіндік болса, ол да маңызды. Және ол түскі ұйқы, ол құс ұйқы деп айтады қазақта, оның да ағзаға үлкен әсері бар. Нарықбиді өзіңіз тыңдайтын шығарсыз. Ол өзі шетелде тұрады ғой. Шымкентке келген кезде таң қалыпты. Келем, түнгі 12-де бала шағасымен көшеде жүрді. Бұл не деген сұмдық, қайдағы даму, қайдағы білімге деген құштарлық болады. Мен түсіндіре алмадым жақындарымның өзіне деп таң қалып жүрдім. Жалпы дұрыс емес болған ұйқы адамның күні бойы істейтін жұмысының 30-40%-ның төмендеуіне алып келеді. Енді өзіңіз есептей беріңіз. Өзіңіз сіз күнделікті планыңызда қанша процент орындайсыз? 100 орындамайды ешкім. Егер 100% барлығымыз планымызды орындасақ, біздің жағдайымыз, біздің еліміз дейміз ба, немесе істеп жатқан ортамыз дейміз ба, идеальный болатын еді. Ал енді сол өзіміз ілініп салынып жасап жүрген жұмысымыздың процентін біз білмейміз, біріншіден мүмкін 70%, біздің түндегі ұйқымыз дұрыс болмаса, тағы да одан 30-40% алып тастаңыз, сонда сіз қанша деңгейде пайдалы болдыңыз. Және бұл тікелей ұстаздарға да байланысты, ол өзінің алдындағы оқушыларға ұйқысы қанбай келіп отырып, қандай ақпараттармен бөлісе алады. Бөліскен күннің өзінде мен толық айта аламын, ол толық емес. Ол алып қалды, өйткені оның миы шаршап тұр. Миы ұйқыны қалап жатыр оның. Ұйқы жалпы өзінің, бұлған арнайы подкастқа шақырсаңыз болады. Ұйқының өзінің сағаты бар, ұйқының өзінің бір циклы бар, айналатын. Бізде көбінде батыс жағдайын қабылдап қалғанбыз, 7-8 сағат ұйқы, негізі ол дұрыс емес. Ұйқының өзінің бір айналатын циклы бар. Оны түпкілікті түсіндіруге болады негізі. Ал ол ережелерді өзіңіз сақтайсыз ба? Барынша сақтаймын. Барынша. Менің ұйқым мүмкін 3 сағат болуы мүмкін, немесе 4,5 сағат болуы мүмкін, немесе 6 сағат болуы мүмкін. Бірақ өзі ұйқыға кеткен сәттен бастап, оянғанға дейінгі мен уақытымды өлшеймін. 7 сағатқа мүлде қоймаймын. Мен тақ сандармен бітіріп отырамын, және жарты сағатпен, 1,5 сағатпен айналады ұйқы циклы. Мен міндетті түрде соған қоюға тырысамын. Өйткені сіз ұйқы циклінің ішінде оянатын болсаңыз, сіз 10 сағат ұйықтасаңыз да бәрібір күні бойы маужырап жүресіз. Өйткені циклдың аяқталуында ғана бізге оянуға рұқсат бар, егер ұйқы дұрыс болғандығын білу үшін. Ал
ұйқы цикл аяқталмай жатып біз ортасында оянатын болсақ, онда күнгі энергиямыз дұрыс болмайды. Келесі енді мен сізден өзімнің беріп жүрген ақпаратым дұрыс па дұрыс емес соны біліп аламын деп жүр. Мен оқушыларға айтам, жалпы адамның миы иллюзия деймін да. Көп оқушыларды кездеседі, тест үшін жаттайды. Блокты болсын, ақпаратты болсын, тесттен шыққаннан кейін ұмытып қалады. Ол адам миы иллюзия болғаннан кейін, оның бар мақсаты сол тесттен өтіп алу болғандықтан ұмытып қалады. Сондықтан оқушыларға айтам да, барынша тест үшін емес, жалпы өзің үшін оқыш. Өйткені тесттен кейін ұмытып қаласың деп. Енді сізге сұрағым келіп тұр. Адам миы өзін-өзін алдауы мүмкін ба? Әлбетте. Мүмкін ба? Көбінде өзіне комфорттық жағдай туғызады. Адам миы өзін-өзі алдайды. Бұл психологияда дәлелденген құбылыс. Ми алдайды өзін-өзі. Өйткені ми бұл қалай көз қабылданған ақпараттарды береді ғой. Ал біз қаншалықты дұрыс ақпарат қабылдап жатырмыз. Көзімізбен көріп жатқан ақпараттарымыз мүмкін, көріп тұрған дүниеміздің өзі бізге 100% ондай болмауы мүмкін. Және мидың алдауынан да бірінші болатын қауіпті дүние бар. Бұл сіз миыңызды алдайсыз да. Сіздің миыңыз емес, сіз миыңызды алдайсыз. Оқушылардың барлығында кездесетін құбылыс бұл. Оқу керек дүниені сіз қазір бастамайсыз, миыңызды тоқтатып тастайсыз. Мен бірінші күннен бастаймын. Бірінші күнді ми күтеді, сіз 1 сағаттан кейін бастаймын деп тағы да өз-өзіңізге уәде бересіз. Бұл өз кезегінде, жалпы тағы да айтам, біздің ағзамызды басқаратын бірінші жүйе бұл жүйке жүйесі ми болса, екінші жүйе гормондық жүйе. Бұндай дұрыс емес жүйені адам өзіне қоюы, бұл мидың жұмысына, мидың дұрыс емес қалыптасуына әсер етеді. Бұл өйткені маңызды. Келесі сұрақ, жалпы біздің оқушыларда ми туралы болып жатыр, енді ренжімесеңіз. Оқушыларда бүкіл фокусын сабақ оқуға, блок жаттауға емес, қорқынышқа қояды. Ал қорқыныш мидың жұмысына қалай әсер етеді? Қорқып жүре береді. ұбт келе жатыр деп, бірақ оқымайды. Оған негізі біреулер мотивация қалауы мүмкін, бірақ мен өзім ұсынам, оларға психолог керек шығар. Қорқынышын жеңу үшін. Ол міндетті түрде ол салада күрес жүргізу керек. Қорқыныш миға әсер етеді. Өйткені тағы да айтам, сіз бір нәрсені ойымдап тұрсаңыз, толық ойлана алмайсыз. Санаңызға дәл мезетте керек дүниелер түспейді. Сіз уайыммен стресс гормондарды бөлгізіп аласыз. Стресс гормондарды сезгеннен кейін ми жасушалары ойланбауға, барынша демалуға өзіне жағдай іздейді. Бұл қауіпті. Сондықтан фокусты қазірге қою керек. Бізде қалай? 100% бізде энергия бар десек, біз 30%-ын өткенге тастап кеткенбіз. 30-40%-ын келешекке қойып қойғанбыз. Жаңа уайым, ертеңгі қайғы, жаңағы тесттің қадалсам не болады. Ал қазір қанша процентпен жүрміз? Қанша қалды? 30 ар жақта, 30 мына жақта, енді 40 қалды. 40-тың өзінің жартысынан көбін біз телефонға қоямыз. Енді өте мардымсыз фокус және энергия қалып отыр дәл осы сәтке. Олар үнемі жеңілісте сол үшін. Сондықтан негізгі фокустың барлығын болашаққа қоя берудің қажеті жоқ, немесе өткен шақты уайымдай берудің қажеті жоқ, қазірге қою керек. Омар Хайямның әдемі сөзі бар ғой, уайым сіздің проблемаңыз шешіп бермейді, қазіргі мазаңызды ғана алады. Оқушылар бұны түсіну керек саналы түрде. Уайымдағанның түк қажеті жоқ, ол проблема шешпейді. Ол қазір болып жатқан процестің бәрін бүлдіреді, қиратады. Фокусты энергияны қазірге қою керек, қазірбен өмір сүру керек қой, былайша айтқанда. Қазіргімен өмір сүру деген не сіз үшін? Қазіргімен өмір сүру деген қазіргі сәтті бағалау, өткенге көп уайымдай беру емес, болашақты ойлап қайғыра беру емес, не болады емес, қазір қолдағыны бағалау, уақытты бағалау. Себебі өткен уақыт өтті, ал келешек біз үшін сұрау белгісі не болатынын білмейміз. Келешекте біз бармыз ба, жоқпыз ба? Мен өзімнің жалпы жауабым, менің болашағым қазіргі кезім. Өйткені мен болашақтың қай жерінде жүрмін, мен оны білмеймін. Бармын ба, жоқпын ба, ол болашақта. Сондықтан мен барлық өзіме керек дүниені қазіргі жағдайда істегім келеді. Сол. Күшті жауап. Келесі ең жиі айтылатын кеңестердің бірі, біреуге түсіндірсең, есіңде жақсы сақталады деп айтады. Біз біреуге үйретіп түсіндіріп жатқан кезде біздің миымыз не істеп жатады сол кезде? Ақпараттарды саралайды.
сіздің миыңыз не істейді? Сіз біреуге түсіндіріп жатқан кезде керек ақпараттарды миыңыз сізге беріп отырады, және өзінің білмейтін ақпараттарының бар екенін өзі де түсінеді. Сіз бір теорияны бір өзіңізден білімі төмен адамға түсіндіріп жатсаңыз, теорияның өзіңіз білмейтін тұсына келген кезде ойланасыз өзіңіз. Оппа, мен мына жерді білмеймін. Және миыңыз оны жазады, мен мына жерді білмеймін. Ал одан кейін сіз оған миға түрткі болдыңыз. Енді ол сізді мазалап отырады, үнемі мына нәрсеге жауап табу керек. И ми әрі қарай өзін дамытады солай. Дамытудың бір жолы. Иә. Келесі, жалпы бізде ата-аналар жиналысы өтеді. Иә. Сол кезде ата-аналармен кездескен кезде менен бір кісі сұрады. Оқу үлгерімі төмен оқушының, мен қызым, балам жалпы қандай витамин берем деп сұрады. Мен не деп жауап берерін білмедім оған. Өйткені ондай витамин мен де өзім ішпейді екенмін. Ол сұраққа сіз қалай жауап берер едіңіз? Бізде ата-аналар жиналысы кеше болды. Дәл осы мәселені мен ата-аналарға өзім қозғадым. Мектептегі білім сапасына жауапты маман ретінде. Бірінші мезетте оқушының сабақ үлгерімінің нашар болуына әсер ететін жағдай бұл қазіргі қоғамның үлкен дерті телефонның болуы. Біз қазіргі заман ұстаздары телефонмен жарысқа түсіп жатырмыз да. Оқушының фокусын өзімізге алуға тырысамыз, бізден қарағанда бірақ бәрібір телефон қызығырақ. Бұл бірінші. Екінші, кітап бар, бірақ оны оқу жоқ. Телефон бар, оны қадағалау жоқ. Ал біз оны бірнеше 5 сағат оны біз мұнда қадағалаймыз, бірақ ол үйде негізгі уақытын өткізеді. Ата-ананың алатын рөлі ерекше. Ұстаз белгілі бір жағдайда оқушының дамуына, дұрыс жолда болуына белгілі бір процентпен, 20-30%-пен әсер етеді. Әлбетте, ұстаздың маңызы зор, бірақ оған әсер етуші негізгі факторлардың бірі ол ата-анада. Жалпы педагогикада негізінен үштік әдіс деген дүние бар, пирамидалық жүйе деп айтамыз. Бұл ата-ана, ұстаз, бала. Үшеуі бірлесіп, проблеманы ортаға қойып, шынайы шешуге ұмтылғанда ғана бізде проблема шешіле бастайды. Ал бізде ата-аналардың қазіргі жағдайдағы, қоғамдағы ата-аналардың минусы ұстаздарды өзіне серіктес емес, қарсы тарап ретінде көреді. Бұл қауіпті үрдіс, себебі негізінен қарайтын болсақ, ата-ананың да қалауы ол баладан нәтиже шығару, болашағы дұрыс болғанын қалайды. Ұстаздың да дені дұрыс, санасы бар ұстаздың да қалауы сондай, ол баладан өзінің шәкіртінен жоғары нәтиже көру. Ал енді оған ешқандай витамин көмектеспейді, бұл біріншіден. Екіншіден, мұғалімдердің басты бір жұмыстарының бірі ол баланың шамын жағу. Менің атым Қожада айтады ғой, мен өмір бақи өкінем, қадырдың шамын мен жаға алмадым. Бірақ ол баланың шамы қалай жағылады? Бұл мәселе. Бұл балаға жеке диагностика, яғни зерттеу жасау керек. Ол математикада емес ол бала. Ол баланың жалпы түпкілікті генінде шығармашылық жатуы мүмкін. Ол баланың түпкілікті генінде спорт жатуы мүмкін. Жалпы білім деген дүние ол жақсы оқумен, ізденумен келеді. Бір жағынан біз жоққа шығара алмаймыз, білім генмен де келеді. Ата-аналар өзіне де қарасын, кезінде қалай болды. Және баласына қарасын, және оны белгілі бір жаңағы пәнге немесе ғылымға мәжбүрлеп қоюға болмайды. Ол бала қалауы басқа жерде. Ол инженер болғысы келеді. Ол мүмкін шығармашылық адам болғысы келеді. Таңдай алмау дұрыс болмағаннан кейін таңдауы дұрыс емес. Сондықтан балада мүлде бір қызығушылық жоқ ол үшін. Оған витамин көмектеспейді. Оған көмектесетін ата-ананың дұрыс қатынасы. Осы керек оған. Енді біз ата-ананың тақырыбын қозғап жатырмыз ғой. Қазіргі білім ғылым министрі Саясат Нұрбек сол кісі өзінің подкастында айтқан болатын. Мен өзімнің қыздарымды 20-30 түрлі секцияның түріне берем деді. Иә. Онымен қаншалықты келісесіз? Ол баланың жеке физиологиясына байланысты болады. Егер менде болса, менде солай жасайтын едім. Бірақ баланың қалауына қарай. Менің жалпы бір білетінім, бірінші баланың балалығын ұрламау керек. Екіншіден, баланың өз еркіне салу керек. Қандай? Саған қызықты дүниелер бар. 20-30 секция ма? Жақсы, 20-30 секцияға бару керек. Оның 20-сын, немесе 10-ауына барады дейікші, оның 5-еуін бала өзі қабылдайды.
Оның қабылдауы бәрі бірыңғай болуы мүмкін, бір сарында спорттық. Ал енді сіз оны өзіңіз сынау мақсатында бірнеше жаңағы үйірмелерге, бағыттарға бересіз. Бала барлығына қатысып өзі көреді, қажетін өзі алады сосын. Ол өзі түсінеді. Олда да сана бар. Өзіне керектісін сосын әрі қарай таңдайды. Біздің қазіргі қоғамдағы жалпы ата-аналардың да, балалардың да деп айтайықшы, балаға көп мені айта бергім келмейді, бірақ олар өзін таппайды. Біреудің айтқанымен, досының айтқанымен, немесе ата-ананың айтқанымен белгілі бір биология, химияны таңдап отыр. Немесе физика, математиканы таңдап отыр. Не үшін? Грантқа түсіп кетем деген үмітпен ғана. Ал бірақ оның негізгі қайнап жатқан қазаны басқа сала болуы мүмкін. Сондықтан мен келісемін, егер ол балаға өзіне де таңдау беру керек, және сынау мақсатына бірнешеуге беруге болады. Бірақ оның 20-30-на да тікелей қатыстырып, оны мәжбүрлеуге болмайды. Ол не үшін қолданылады бұл жағдай? Ол өзінің керегін тапқанша, одан кейін бір бағытымен кетеді бала. Бірақ осы жерде өз еркіне салу дегенде қаншалықты дұрыс? Мысалы, өз еркіне салса, әркім өзінің білгенін істей алады ғой. Енді Абайдың айтқан жақсы сөзі бар, енді баланы алдайсың, қызықтырасың, немесе қинап мәжбүрлейсің, сонымен бала ғылымды табады деген. Бұл да дұрыс, оны да жоққа шығармаймын. Бірақ енді сіз оны әрқашан мәжбүрлей бермейсіз ғой. Жаңағыдай ғой, ол жерде 10 таңдау тұр сізде. Жақсы, сіз бесеуіне көріңіз, баланы сіз балаға сыншы бірінші оның атасы, анасы ғой. Ол білет баланың қай жаққа қарай жақын екенін. Ол мүмкін сурет жақсы салады, бірақ суретке онша қызығы жоқ. Жақсы, оның жақсы көретіні басқа дүниелер. Жақсы оған барсын, бірақ сіз мәжбүрлі түрде де оны мына жағдайларға да жазыңыз, басқа үйірмелерге де жазыңыз. Меніңше проблема шешіледі сол жерде. Енді біз оқушылардың тарапынан, бала тарапынан қарап отырмыз ғой, жалпы ересектердің өз еркіне салу мәселесі қалай? Ересек деген кімдер ол? Кімдер ол ересектер деген, оқушылар ма, или ода бітіріп кеткендер ма? Үлкендер, оқушылардан үлкен. 20 жасқа дейін өзін таппаса, ол уже өзіне салу деген ақымақтық болады ғой. Ол 20 жаста сүйегі біткен, физиологиялық тұрғыдан қалыптасып қойған, миы қатып қалған уже. Оған дейін өзін таппаса, ол одан кейін де таппайды. Сондықтан ондай бір уже жасы тайғазанға келген кезде әлі өз еркіне салам деп өзін таппай жүргендер болса, ол тіке айту керек, ол ақымақтық сияқты меніңше. Жақсы. Жаңа сіз енді пирамида деп айтып жатсыз ғой. Ата-аналардың қателігін айтып кеттік. Енді осы жерде ұстаздардың қазіргі жасап жатқан қателігі қандай? Педагогика саласында, білім беру жүйесінде. Балаға көп ұстаздардың жіберетін қателігі балаға жеке диагностика жүргізбеу, баланы зерттемеу. Баланы зерттеу керек. Тек сабақтар, тек осы аудиторияда қатып қалған жерде болу керек деген ешқандай заң жоқ. Экскурсияларға алып шығу керек. Ол баланың қай жерге қызығады, соны анықтау керек. Мысалға, былай деп айтайыншы сізге. Сіз ауырсаңыз қайда барасыз? Дәрігерге. Ал бала ауырса, оның емшісі кім? Мұғалім. Мұғалім. Бала жанның емшісі мұғалім. Мұғалім бұны өзі білу керек, және ол баланы толық зерттеу керек. Диагностика жасау керек. Көп мұғалімдер бос болса, өзінің сынып болса, оның артында отыру керек. Өз сабақ беретін сыныптарда сабақ жоқ кезде үнемі емес отыру керек. Ол бала қаншалықты белсенді, немесе оған не әсер етіп жатыр? Отбасылық жағдай ма, орта достары ма, немесе басқа дүние ма? Бұны міндетті түрде зерттеу керек. Диагностика жоқ. Мұғалімдердің көп для галочка өтеді сабақтарда. Жалпы, енді барлығы емес, барлығын топырақ шашпаймын мен, кездеседі ондайлар. Егер балаға дұрыс диагностика жасалса, диагностика деген не? Біз айтып отырмыз ғой, ұстаздар, мұғалімдер бала жанның емшісі. Ол ауырса, бала ауырса, оны емдеп шығатын ұстаз. Сондықтан бұл жерде ұстаздың рөлі маңызды. Оны дұрыс, егер сіз мысалға басыңыз ауырып тұрса, сізге іш аурудың дәрісін береді ма дәрігер? Жоқ. Сіздің басыңыздың ауру екенін ол арнайы анализдермен, немесе ішіңіздің ауыратын арнайы анализбен біледі ғой. Сол сияқты баланың минустарын оған анализ жасамай қалай айтуға болады? Анализ жасау керек ұстаз адам. Егер шынымен ол ұстаз болса, о да адамгершілік болса. Қателік осыда ұстаздардың көбірек жіберетін. Ал енді сіз өзіңіз жаңа Бастау 2 мектебінің оқушы және орынбасары деп айтып жатырмыз, таныстырып жатырмыз. Сіздерде ол нәрсе жүргізіледі ме? Диагностика жасау, оқушылармен тығыз байланыс қарым-қатынас орнату деген сияқты. Ол жалпы бастау мектептерінде болатын
бізде болатын және болып жатқан процесс қой. Бізде ұстаздарымыз міндетті түрде, мен қуанамын, біздегі ұстаздардың енді мойындау керек, ол таңдалып алынды. Біздегі ұстаздар іріктеуден өтті. Және шынайы балаға жаны ашитын мен байқаймын. Мен ұстаздар бөлмесінде де олардың жалпы өзара пікір алмасуларына қараймын, оқушылар жағдайында болып жатыр. Бұл не? Демек, бала жанына үңіліп жатыр олар. Сіздің сұрағыңызға жауап осы? Жақсы. Келесі сізге соңғы бұйымтайымыз дейміз ба? Біз бітіретін жылы оқушылардың барлығын жинап, Абылай ұстаз бай деп айтқан болатын. Дәрігерлікті таңдап отырған дәрігер мамандығын. Үлгерімдерің жетпей ма? Дәрігер болмай қойыңдар, мұғалім боласыңдар деп. Біреуді өлтіргенше, одан мұғалім болып, бір оқушыны құртқандарың жақсы, кейін басқа адам тауып, бір ментор тауып, бір адам тауып түзеліп кетер деп. Енді сіздің осы биология, химия таңдаған оқушыларда не дәрігер болады, не мұғалім болады. Осы екі мамандықты таңдайын деп отырған жастарға не айтар едіңіз, не кеңес берер едіңіз? Бірінші, ол оқушыларда әлі де кеш емес. Шынайы биология, химияны олар қалады ма, қаламады ма, осыны анықтау керек, оларда әлі уақыт бар. Екіншіден, мен Абылай ағайға толық келіспеймін. Мүмкін қазір ол өзінің ойында өзгерткен шығар. Дәрігер бола алмаса, мұғалім болу деген өте қауіпті. Себебі дәрігер ол бір адам демдесе, ұстаз ол ұлт демдейді. Бұл бір жасандылықтан туатын сөз емес, немесе бір банальны сөз емес, бұл конкретно мойындау керек сөз да. Бұл ұлттың емшісі ұстаз. Ұстаз бүлінсе, бұл ұлт бүлінетін жағдай болуы мүмкін. Қоғам бүлінеді, жастар бүлінеді. Балаларда, оқушыларда әлі де уақыт жеткілікті. Олар әлі жас шыбық, қайда исе, сонда иіле алады. Ол шамасы жетпейді деп мен айта алмаймын. Оның миында белгілі бір жағдайда тосқауыл өзін қойып тастаған, бірақ оған негізінде өмірінде тосқауылы жоқ. Сондықтан олар оқысын, дамысын, жетілсін. Дәрігер болмасын, немесе мұғалім болмасын деп айтпаймын. Оны өмір уақыт өте келе ашуы мүмкін. Абылай ағайдың өзінің жақсы сөзі бар, парашют ашылып кетеді деген. Ашылып кетуі мүмкін. Сіз білмейсіз ғой, ертең не болатынын. Мен өзімнің өмірімде, жалпы тәжірибемде ондай жағдайларды көргенмін. Мектеп жағдайында өте бір сондай пассивно өзін ұстайтын, қоғамдық іс-шараларға, қоғамдық орталарда өзін бір артында ұстайтын оқушылардың өскелең өмірде, үлкен өмірде кәдімгідей ашылып, дамытып, белгілі бір жағдайда мықты мұғалімдерге айналғанын мен көргенмін. Сондықтан мен жауабым осы сізге айтар. Жақсы. Келгеніңізге үлкен рахмет, уақытыңызды бөліп. Жалпы бүгінгі біздің подкастта белгілі бір пән, белгілі бір мамандық бойынша сөйлескен жоқпыз. Оны өзіңіз де дұрыс түсініңіз деген ойдамын. Жалпы педагогика деген бір үлкен бір ғылым, сонымен қатар үлкен миссия. Ол белгілі бір бәріне неге барлығы мұғалім болмайды, иә? Әлбетте. Сонымен қатар мұғалім деген номер бірінші мамандық деп есептеймін. Өйткені басқа мамандықтардың барлығы ересек адамдармен жұмыс істесе, мұғалім ғана таза кіршіксіз баламен жұмыс істейді. Сондықтан барлық мұғалім қуану керек деп есептеймін. Сонымен қатар біздің оқушыларымыздың ең басты проблемасы болып жатқан ми мәселесінде талқыладық. Көп ойландым, қандай тақырып сізбен талқыласақ екен деп. Білім беру жүйесін көрдім, педагогиканы көрдім, бірақ сізбен енді негізгі мамандығыңыз биология болғандықтан соның ішіне ми тақырыбын таңдап алдым. Өзіңіздің тәжірибеңіздегі, біліміңіздегі керемет ақпараттармен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Біліміңізге береке тілейміз. Алдағы уақытта тағы да өзіңіз айтқан ұйқы мәселесі бойынша подкастқа шақыратын боламыз. Бұйыртса. Үлкен рахмет. Дайынмын, жақсы. Сізге де рахмет шақырғаныңызға. Рахмет. Ал біздің оқырмандарымызға, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ұнап жатса, подкаст пайдалы болып жатса, төменге пікірге жазып кетіңіздер, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар, рахмет.